Химия сабағында сандық есептерді пайдалану әдістемесі. Жоспар бойынша бірінші қарастыратын сұрақ химия сабағында сандық есептерді пайдалану әдістемесі. Екінші, химиялық есептер шығару арқылы оқушылардың білімі мен біліктерін пысықтау. Пысықтау. Сандық есептерді мынадай жағдайларда пайдалануға болады. Жаңа сабақты түсіндіргенде, сабақты бекіткенде, үй тапсырмасын бергенде, күнделікті білімді тексергенде пайдалануға болады. Екінші, оқылған материалды қайталауға және қорытынды сабақтарда, өзіндік жұмыстарда, бақылау жұмысында, факультативті сабақтарда және басқа сыныптан тыс жұмыстарда, үйірмеде тағы басқа пайдалануға болады сандық есептерді. Жаңа сабақты өткенде сандық есептерді пайдалануға болады. Жаңа сабақ түсіндіргенде қаралатын сұрақтарды, заңдылықтарды қорытындылау үшін, мәнін ашып көрсету үшін, оқушылар өз бетімен қорытынды жасау үшін есеп шығару әдісі қолданылады. Мысалы, әлдеке тақырыбында мұғалім кіріспе сөзінде өткен сабақта іспеттер классын өткендерін, ал енді бүгін жаңа қосылыстардың класы қарастырылатыны айтылады, сөйтіп есеп шығартылады. Есептің мазмұны алдын ала тақтаға жазылуы тиіс. Яғни жаңа сабақты түсіндіргенде заңдылықтарды қорытындылаған кезде сандық есептерді шығаруға болады. Сандық есептер химияның негізгі көп есебі осы сандық есептер болып табылады. Сандық есептер бұл математика пәнімен байланысты шығарылады, формулалармен немесе пропорциямен шығаруға болады. Яғни біз есеп шығарғанда бір есепті бірнеше әдіспен шығаруымызға болады. Ол үшін бірінші есептің шартын жақсылап оқып, түсініп алуымыз керек. Қандай мәліметтер берілген, нені табу керек есептің шарты бойынша. Сосын барып ары қарай есепті шығаруға кірісу қажет. Химияда есептердің жіктелуі. Химияда есептер сандық және сапалық болып екі топқа бөлінеді үлкен. Сандық есептердің өзі үш топқа бөлінеді. Химиялық формулалар арқылы есеп шығару, химиялық реакция теңдеу арқылы есеп шығару, ерітінділерге арналған есептер. Бұл сандық есептерге жатады. Сапалық есептер. Сапалық есептер бірнеше типтерге бөлінеді. Бірінші тип заттарды алу. Екінші заттың сапалық құрамын анықтау. Үшінші химиялық заттарды бір-біріне ажырата білу. Төртінші химиялық құбылыстарды бақылау және түсіндіру. Бесінші заттар мен құбылыстар типтерге және жеке класстарға жатқыза білу. Алтыншы берілген мөлшердегі ерітінділерді даярлау. Жетінші берілген заттарды қоспаның бар екендігін анықтау және затты қоспадан тазарту. Бұл атайып тұрғандай сапалық, яғни түсіне мән береміз. Алынған заттың агрегатты күйіне мән береміз. Мысалға, бір заттарды бір реактивке қосқан кезде кейде түс өзгереді, кейде тұнба түзіледі. Яғни бұл жерде көңіл бөлетін нәрсе, яғни бұл сапалықты түсіне, яғни сапасына қарай біз не қыламыз, жұмыс жасаймыз. Яғни химиялық заттар бір-біріне ажырата білу, яғни ерігіштігіне қарай, тығыздығына қарай деген сияқты. Сосын химиялық құбылыстарды бақылау. Химиялық құбылыс па жоқ әлде физикалық құбылыс па? Әр заттың өзінің қасиеттеріне қарай, химиялық қасиеттеріне қарай заттарды бір-біріне ажыратамыз, иә. Мысалға, сапалық реакция бұл аналитика химияда катиондарды, аниондарды анықтауда көптеп қолданылады. Ол кезде заттардың, мысалға, иондардың натрий, калий, мысалға, олардың жалын түсіне қарап та анықтауға болады. Біреу күлгін, біреуі көк түсті сияқты түстері болады. Соған қарай біз қай
зат екенін анықтай аламыз. Ары қарай сан есептеріне мысалдар келтірген. Мысалға калий дихроматының молекулалық массасы қанша? Молекулалық массасы калий дихроматының. Ол үшін калий дихроматының құрамындағы калий дихроматының формуласы калий 2 хром 2 O7. Бұл жерде құрамындағы калий хроматтың құрамындағы элементтердің салыстырмалы атомдық массасын біліп аламыз. Менделеевтің периодтық кестесінен калийдікі 39, хромдікі 52, оттегінікі 16. Енді осы әр элемент атомның салыстырмалы атомдық массасын құрамындағы атом санына көбейтеміз. Калийде 2 атом, хромда 2 атом, оттегіде 7 атом. Яғни бәрін мысалға атом санына көбейтеміз салыстырмалы атом массаларын. 2 көбейту 39, 2 көбейту 52, 7 көбейту 16. Яғни оттектікі 16, бұл жерде оттек 7 атом бар. Сонда жалпы бәрін қосатын болсақ, 294 грамм бөлінген моль. Яғни калий дихроматының молекулалық массасы 294 грамм моль болады. Калий дихроматтың құрамындағы хромның массалық үлесін енді анықтайтын болсақ, бұл жерде хром 2 атом бар, яғни 2 көбейту 52 жалпы массасын калий дихроматының молекулалық массасына бөлсе 294-ке, онда 35,37% мөлшер болады, пайыз болады. Екінші есеп, заводқа 464 тонна магнитті теміртас феррум 3O4 бар руда әкелінді. Осы рудада неше тонна темір бар? Формула арқылы есептеу. Бұл жерде 464 грамм темір феррум 3O4 берілген, темірдің массасын табу керек. Шығару жолы 1 моль феррум 3O4-дің құрамында 3 моль темірі бар. Яғни масса тең. Зат мөлшерін көбейтеді, молекулалық массаға көбейтеміз. Көбейтеміз. Бұл жерде темірдің массасы 168 грамм. Себебі 3-ті 1 мольде 3-ті 56-ға көбейтеміз 168. Жалпы феррум 3O4-кі 232 грамм. Назира анықтағандай. Сонда біз зат массаларының қатынасын табатын болсақ, темір мен феррум феррум 3O4-тің, яғни 1:1:38 қатынастай болады. Сонда темірдің массасы магнит теміртастың массасынан 1:38 есе аз болады. Яғни осы руданың құрамындағы магнит теміртастың құрамындағы темірдің мөлшері ол 464 тонна 1:38-ге көбейтеміз, сонда 336 тонна құрамында таза темір бар. Сонда жауабы 464 тонна феррум 3O4, яғни магнитті теміртас құрамында 336 тонна темір бар екенін анықтауға болады. Осылай құрамында қанша тонна таза темір бар екенін анықтадық. Ары қарай белгісіз заттың құрамында 53,3 оттегі пайыз, 40% көміртек, 6,7% сутек кіретін болса, егер оның сутегі бойынша тығыздығы 15 болса, қарапайым қосылыстың молекулалық формуласын анықтаңдар. Бұл формуланы анықтау үшін әрқайсының несін молекулалық пайыздық үлесін ол неге жаңелегі мына формуланы пайдаланамыз. Үлесті жаңелегі бізде проценттік үлес берілген. Сосын сутегі бойынша тығыздығы да берілген бізде. Және салыстырмалы молекулалық масса AR, салыстырмалы атомдық масса. Осы формулаға қоятын болса, n тең омега, яғни пайыздық мөлшер,
көбейту салыстырмалы молекула масса бөлінген не салыстырмалы атомдық масса. Бұл жерде молекулалық масса сутегі бойынша салыстырмалы тығыздық, яғни 15. Мына бәрін осы формула бойынша орын-орнына қоятын болсақ, оттектікі бірге тең, көміртектікі бірге тең, сутектікі екіге тең. Сонда біз ізденіп отырған затымыз, белгісіз затымыз, бұл көміртек бір атом, сутек екі атом, оттек бір атом. Бұл массасын анықтайтын болса 30-ға тең бұл заттың. Сонда сутек бойынша 15-ке тең болатын болса, сутектің массасы 2 көбейту 15 30. Яғни бұл не болады? М, Жаңа қосылыстың формуласы CH2O. Бұл ал спирттің формуласы метил спирті мынандай CH4O болып келеді. Сонда бұл алдегид пен спирттің несін ұқсастығын анықтайды. Яғни бұл спирт емес, сонда бұл алдегид. CH2O бұл алдегид болып табылады. Енді екінші есеп, бұл 1 моль сутек, оттек, көмірсулы газдың көлемін табыңдар. Егер олардың тығыздығы, сутектің тығыздығы 0,1089 грамм бөлінген литр, оттектің оттек молекуласының тығыздығы 1,143 грамм бөлінген литр, көмірсу тығыздығы 1,196 грамм литр болса, бұлар оқушылар бұл формуланы пайдаланып, яғни көлем тең берілген массаны тығыздыққа бөліп есептейді. Сонда осы формулада табатын болсақ, бізде 2 грамм моль берілген. Оны мына жерде берілген тығыздықтардың бәріне бөлетін болса, онда алынған мәліметтер бойынша малярлық көлемнің 22,4 литрге тең екендігін білуге болады. Яғни бұл жерде авогадро, яғни бірдей көлемде әртүрлі газдардың молекула саны да бірдей болады. Яғни авогадро заңының анықтамасын айтады. Моль деген ұғым түсіндіру үшін мұғалім алдымен оның анықтамасын айтып есеп шығартады. Бұл авогадро заңы дегеніміз, бұл авогадро заңы бойынша кез келген газдың қалыпты жағдайда бірдей көлемде бұлардың барлығы 22,4 литр көлем алады. Ары қарай үшінші есеп, заттың өлшем бірлігі мольге қанша бөлшек сан кіреді? Мысалы 12 грамм көміртек атомда және 32 грамм оттегі молекуласында қанша бөлшек сан болады? Көміртектің массасы 0,2 көбейту 10-24 грамм. Оттектің массасы 53-2 көбейту 10-24 грамм. Авогадро На деген авогадро тұрақсысы, яғни көміртектікі, сонда 12 грамм көбейту көміртектің бір атомның массасы 0,2 көбейту 10-24 грамм, сонда 6 көбейту 10-23 дәрежесі атомдық бөлшектер, құрылымдық бөлшектер болады. Яғни бұл авогадро тұрақсысы. На оттегі 32 грамм бөлінген 53-те бүтін 10-2 көбейту 10-24 грамм тең неге тең болады? 6 көбейту 10-23 дәрежесі бөлшек. Яғни 32 грамм оттегі молекулада қанша бөлшек? Барлығында авогадро тұрақсысы бойынша 6 көбейту 10-23 дәрежесі бөлшек болады. Бірақ әр атомның массасы әртүрлі болуы мүмкін. Яғни осыдан оқушылар қорытынды жасап, кез келген заттың бір молі 6 көбейту 10-23 дәрежесі тең екендігін анықтайды. Яғни бұл На авогадро тұрақсысы деп аталады. Төртінші есеп, бұл ауада оттегінің мөлшері. Яғни ауада оттегінің мөлшері, ауа 23-те 2%, азот 75-те 5% құрайды массалық үлеспен. Егер 1 литрдің ауаның салмағы 1,1000-293 грамм болса, ондағы оттек пен азот моль саны қанша болады? Анықтайтын болса, мына зат мөлшері нелері, массалық үлестері берілген.
онда мынау нені табатын болсам массалық үлесті тең болады. Бұл массалық үлес көбейту масса қоспа және бөлінген мольдік масса. Сонда орын орнына қоятын болсақ, мынау гамма деп отқан зат мөлшері сонда 0,035 мольға тең болады. Сонда 1 литр ауада 0,09 моль оттек және 0,035 моль азот болады. Енді бесінші есеп, қаныққан көмірсутектердің галоген туындысының салыстырмалы молекулалық массасы 237, онда хлордың массалық үлесі 0,899, ал көміртектікі 0,101. Формуланы табу. М, бұл жерде м, бұл жерде зат мөлшері тең массалық үлес көбейту молекулалық масса бөлінген салыстырмалы масса. Енді орын орнына қоятын болса, онда мына массалық үлес бізде беріліп тұр. 0,1899 көбейту салыстырмалы атомдық масса, молекулалық масса 237. Мына жерде ненікі көміртектікі. Осылар табатын болса, сонда С2 хлор 6. Сонда не шығады? Гексахлоретан. Гексахлоретан түзіледі. Енді еркіндерге есеп шығарған кезде де мына формуланы пайдаланады. Массалық үлес тең n деп отырғанымыз ол зат мөлшері көбейту салыстырмалы атомдық масса бөлу салыстырмалы молекулалық массаға бөледі. Масса ерітінді, бұл масса еріген зат қосылған масса еріткіш болады. Сонда ерітінді еріген затпен және еріткіштен тұрады. Еріткіштің массасынан тұрады. Еріткіш дегеніміз ол көбіне биорганика қосылыстары су атқарады. Алтыншы есеп, массасы бойынша тазартылған вино спиртінің құрамында 4% су бар. Егер спирттің тығыздығы 0,8 грамм бөлінген сантиметр куб болса, 1 литр спирттегі судың массасын анықтаңыздар дейді. Мына берілген формула бойынша орын орнына қоятын болса, масса тең масса бізде массалық үлес берілген. Массаны табатын болса, пайыздық мөлшер массалық үлес көбейту көлем көбейту тығыздық. Сонда 32 грамм су шығады. Енді осы жалпы сандық есептерді пайдаланған кезде біз формулалар арқылы да шығарамыз және пропорция арқылы да шығаруға болады. 1,2 грамм магний қышқылы мен күш қышқылы әрекеттесіп 5,5 грамм тұз алынады. Алынған шығымның массалық үлесі қанша болу керек? Қанша болады? Бұл есепте теория жүзінде 1,2 грамм магний күш қанша әрекеттесіп қанша грамм магний сульфатын анықтап аламыз, яғни 6 грамм теория бойынша. Бұл ал практика жүзінде 5,1 грамм тұз алынса, біз 5,1 граммды, яғни практикада алынғанды, біз теория бойынша алынғанға бөлеміз. Сонда 92% не болады? Алынған шығымның массалық үлесін табамыз. Міне осы яғни сандық есептері шығарған кезімізде формулаларды пайдаланамыз. Сосын сандық мәліметтерді көптеп пайдаланамыз.